Дики Арманға әлемдік қауымдастық назар аудара бастады. Кавказдағы исламды зерттеу орталығының директоры, белгілі саясаттанушы Шота Абхайдзе Арман Жұмагелдиев пен оның достары жайлы көлемді зерттеу жариялады. Абхайдзе тұран қылмыскерлер жобасы ешқандай да аңыз емес. Оның басшыларының бірі Арман Жұмагелдиев екенін жарияға жар салды. Тұран қылмыскерлері әлемдік қауымдастыққа қауіп тудырып тұр деп дабыл қаққан Шота неге Дики Арманға ерекше шүйлікті. Не, нормально. Какой отойди? Горло көз жанып тұр, ә? Арман ешкімнен еш нәрсені жасырмай әлеуметтік желіге сирек суреттер жариялап отырады. Олардың қатарында түріктің бас мафиозы Седат Пекер, әзірбайжандық марқұм Лоту Гули мен бір кездері Түркия саясатына дүмпу әкелген көкбөрі ұйымының мүшесі болған Аладдин Шакиджімен түскен суреттер мақалаға негіз болса керек. Айтпақшы, осы күнгі Арман Жұмагелдиевке тән көкбөрінің ишараты бір кездері Аладдин Шакиджі құрамында болған ұйымның ресми белгісі еді. Мақала авторы Седат Пекерді тұран қылмыскерлер ұйымының басы десе, қазақ Арман Жұмагелдиевті Седат Пекердің оң қолы, ұйымның күштік қанатының жетекшісі деп мәлімдеп отыр. Пекердің өз әлеуметтік желіде Арманның суретін жариялап, біздің бауырлас қазақ еліндегі жастардың көшбасшысы Арман Жұмагелдиев пен оның достары маған қонаққа келіп, иығыма сұлтандар ғана киетін шапан жапты деп жазған еді. Вспоминайте, что наши деды были в этом тюрке, просто всегда один. Аллах Kazakistan'daki aslan kardeşlerimiz, Bozkurt kardeşlerimiz, kardeşlerim ziyaretime geldiler. Arman kardeş. Мақала авторы үшін бұл таптырмас дәлел болғандай, Арманның Надер Салиховпен болған байланысы да біраз саяси күштер үшін қатер болды. Оны өздері де растап, Түркияда дүмпу тудырмақ болған президенттің қас жауы, философ әрі исламтанушы Фетхуллах Гүлен мен оның жақтастарына, Ердоғанның жеке жауларына соғыс жариялады деп жазды Абхайдзе. Арадан көп өтпей Жұмагелдиевтің Алла президент Ердоғанға мықты денсаулық пен ұзақ өмір бер. Ол біздің көшбасшымыз. Әзірбайжанға Таулы Қарабақта жеңіс сыйлай көр. Барлық түрікке жеңіс сыйлала деп түркі елдерінің туып иделінген тортты кескенін Шота Абхайдзе тәптіштей баяндапты. Сонымен Седат Пекер тұран қылмыскерлер ұйымының басы екені айтылды. Бірақ автор Пекер тұран даласындағы қылмыскерлерді біріктіруге күші де атағы да жетіспегесін Түркияның арнайы қызметі арқылы Лоту Гулиді түрмеден шығартып алды деген болжам жасапты. Ол олма дәл осы ұйымның түбірін Түркияның арнайы қызметімен байланыстырған. Ал Арман болса осы күні тұран даласындағы атақты қылмыскерлердің бәрімен байланыс орнатқан стратег. Бірақ еш уақытта өзін қылмыскер демейді. Қазақта қылмыскер болмаған, тек батырлар туған деп ұлттық идеологияны әріден қозғайды. Грузиндік саясаттанушы бұған да тоқталыпты. Не де болса, Арман Жұмагелдиевтің белсенді әрекеті қылмыс әлеміндегі біраз серкенің ұйқысын қашырғанға ұқсайды. Серый волк, ирбис — это то, что обозначает это казахов и казахстанские земли, что мы барсы наших земель. А это серый волк, это обозначает тюрков, наших предков, которые в свое время завоевали весь мир. И тем самым я хочу сказать, что мы были дерзкими, как барсы, и сплоченными, как серый волк.